Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Мен сіздерге химияны оңай әрі түсінікті тілде жеткізетін боламын. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, коммент қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Химия қиын деген ұғым барлығымыздың санамызда қалыптасып қалған. Ал мен сіздердің саналарыңыздағы осы нәрсені алып тастауға әрекет жасаймын. Химияның өзін ғана айтатын болсам, сіздерге қызықсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан мен бұл видеода химияны географиямен ұйқастыруды жөн көрдім. Мысалы, кез келген қаланың атын құрастыру немесе жасыру адамдарға қызық болады. Ал Менделеев кестесі бәрімізге таныс. Енді осы екі ұғымды біз біріктіретін боламыз. Ол үшін біз қандай да бір қаланың атын ойымызға алайық. Мысалы, Тараз қаласы болсын. Одан кейін Менделеев кестесіндегі 73-ші нөмірдегі тантал элементін және 88-ші нөмірдегі радий элементін қосамыз. Осы екеуіне 30-ші элемент мырышты қосамыз. Негізі мырыш ZN деп белгіленеді. Сондықтан 30-ші нөмірдің қасына жақшаның ішіне бір санын жазамыз. Бұл N әрпін алып тастауды білдіреді. Осылайша бізде Тараз сөзі пайда болады. Егер де осы видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сонымен қатар, егер де қандай да тақырыптар сіздерге қиын болып жатса, комментарийға міндетті түрде жазыңыз. Мен сол тақырыптар бойынша әрі қарай видеолар түсіретін боламын. Сіздермен болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.